Садақаның жақсысы шөлдеген кісіге су беру. Басқаларға әдеп, тәлім-тәрбие беру садақаның ең абзалы. Кәсіптің жөндісі адал саудамен, адамдардың қол еңбегімен істелетін кәсіптер. Алла тағалаға иман келтіргеннен кейінгі іс-әрекеттеріңіздің абзалы адамдармен достасу. Иманның абзалы сабырлылық және кеңпейілді болу, басқаның кемшілігін кешіре білу. Тура жолда болыңыз. Әрбір дүниеге келген адам тура жолға лайық. Залымның тілегінен сақтан, сонда жамандықтан ұзақ боласың. Алла тағалаға өзіңді көріп тұрғандай сыйын. Сен оны көрмесең де, Алла сенің не істегеніңді көріп тұрады. Нәпсіңді тыя біл. Қиямет күні ең қатты азаптанушы кісі ол залым бастық. Бұл дүниеде адамдарды қатты азаптаған адам о дүниеде өзі қатты азаптанады. Адамдар жақсылығына рахмет айтып, шүкіршілік етуші кісі Алла тағалаға да шүкіршілік етеді. Тоқмел болма, өзгеден дәмеленбе, бір нәрсе өнер деп үміт қылма. Ісіңе пысық бол, өз ісіңді өзің шеш, басқалар бола береді деген шешіммен іс қылма. Шекарадан шықпа, басқаларға ұнайтын мінезің болсын, оларға ұнай біл. Тірлігіңде өлімге әзірлік көр. Несібе берген Алла тағалаға саған ақыл парасат, әділеттілікті берді. Солай екен, артықша нәрсені сұраудан ұял. Мал құмар болма, өзгенің дүниесіне қызықпа, сонда сені көпшілік сүйеді. Алла тағала өзінен дүние дәметпегенді ұнатады. Әкімдік наданға тисе, ақыреттің болғаны деңіз. Өлгендердің жақсы істерін еске алыңыз, жамандығын сөз етпеңіз. Көркем мен бай кісіге қызығып көңіл ауса, өзіңнен кедей, түр әлпеті нашар кісілерді еске ал. Ашуы келген адам түрегеп тұрған болса, отырсын, ал оғанда ашуы тарқамаса, жатып тынығып алсын. Біреу ашуланса, екінші кісі сабырмен тыныштық сақтасын. Күнәға жол қойсаңыз, сол күнә жуылғанша жақсылық жасаңыз. Біреуді бұзылды деушінің өзі бұзылған. Жамандықтан күйініп, жақсылыққа сүйенген кісі иманды кісі болып есептеледі. Көршілерің жақсы десе, жақсысың, жаман десе, жамансың. Егер жамандық істеп қойсаң, іле-шала жақсылық жаса.
Ұйқыдан тұрған соң қолыңды жумай еш нәрсеге қолыңды тигізбе, себебі қолыңның қай жерлерде түнегені белгісіз. Біреуді дос көрсеңіз, бұл ниетіңізді ол кісіге сездіріңіз. Үйіңізге келген қонаққа қажетті қонақжайлық көрсетіңіз. Алла тағала жақсылық етпек болған пендесіне басқа біреулерді мұқтаж етіп қояды. Дінге шын ықылас қой, амалым кішкене деме, барына риза бол. Кісінің аманатын қайтар, біреу жамандық істесе, оған жақсылық істе. Қиянатқа қиянатпен жауап берме. Алла тағала деп жұмыс жасаңыз, оны Алла тағала мақұл көреді. Әкімнің сыйлық алуы, қазының пара алуы кәпірлік. Әкенің достығын жалғастыр, оны үзіп алып қарабет болма, сонда жарық жүзді боласың. Әсем киін, көлігіңді мәпелеп мін, беттегі қалдай ұнамды болсын. Сақал мұртыңның арасындағы мүшелеріңді арамнан сақтаңыз. Диқан бол, диқаншылық теберек кәсіп, өніміңді сақтай біл. Шындықты сөйлеуші Алланың досы. Алла тағалаға ұнайтын ас көпшілік болып желінген ас. Алла тағалаға кім ұнайды деп сұралса, залым патша, әкім алдында батыл сөйлеген кісі деп біліңіздер. Алла тағаланың сүйген адамдарының ең ұнамдысы мұсылман пендесінің көңілін көтеру.